Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін пәніміз қазақ тілі. Біз бүгін етістіктің болымды және болымсыз түрімен танысамыз. Яғни сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Сабағымыздың мақсаты етістіктің болымды және болымсыз түрлерімен танысасың. Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтайсың. Олай болса, келесі бейне таспаға назар аударыңыздар. Ай мектеп. Бөлменің астаң-кестеңін шығарыпсың. Вики, бұның не? Үйде даладағыдай асыр салып ойнауға болмайды. Мен қазір саған болымды, болымсыз етістіктерді үйретейін. Мен гүлдерді жылмаймын. Тоты құсты қумаймын. Айтқан сөзді тыңдаймын, апашымды сыйлаймын. Осы тақпақтағы етістіктердің қайсысы болымды, қайсысы болымсыз деп ойлайсың? Жылма, қума дегендер істеуге болмайтын, ал тыңда, сыйла дегендер істеуге болатын әрекеттер. Осы екі топтағы етістіктерді бір-бірінен ажырататын белгі бар ма? Дұрыс, ма жұрнағы. Жарайсың, ақылдым. Сонымен, істеуге болатын әрекеттерді болымды етістік, істеуге болмайтын әрекеттерді болымсыз етістік деп атаймыз. Тыңда, сыйла. Жылма, қума. Болымсыз етістік болымды етістікке маме, бабе, папе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, бар, барма, үр, үрме, қаз, қазба, үйрен, үйренбе, шаш, шашпа, төк, төкпе. Ақылдым сол, сен бәрін түсіндің ғой. Енді мына бөлмені жинайық. Қайсысын таңдайсың? Қайталайық. Болымды және болымсыз етістіктер. Етістік болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Мысалы, тыңда, сыйла, болымды. Жылма, қума, болымсыз етістіктер. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жинама. Бүгінгі тақырып бойынша мына тапсырмаларды орында. Болымды етістіктерді болымсыз етістіктерге айналдырып жаз. Оқы, жаз, келді, ойна, бар. Оқушы, өзіңді тексер. Оқыма, жазба, келме, ойнама, барма. Болымсыз етістіктер болымды етістіктерге маме, бабе, папе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады.
Келесі тапсырма. Өзің қалаған екі суретті таңдап, іс-әрекеттің болымды және болымсыз екенін білдіретін сөйлемдер құрастыр. Сабағымызды қорытындылау мақсатында семантикалық кестені толтырасың. Яғни, сөйлемдерді болымды және болымсыз етістіктерге ажыратасың. Енді оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсеріңді 5 бармақ тәсіл арқылы мұғалімге кері байланыс жібер. Үйге тапсырма. Оқулықтағы 30-шы жаттығу. Тыйым сөздердің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.